жемістердің әр түрін білеміз, иә? Ол жемістер бізге денсаулығымызға пайдалы. Балаларға не жасап береді сендерге? Біздің ертең Айзере баламыз қаймақпенен, бананнан десерт жасап алып келемін дейді. Олар не істедің қызым садикте? Не істедіңдер? Қандай сабақ өттіңдер? Банан. Жемістер туралы өттіңдер ма? Ертең десерт жасап келейікші. Жарайды қызым. Десерт жасап келеміз. Қызым, сүтті жануар деп мен айтамыз? Сиыр айтамыз. Сиырдан қандай өнімдер аламыз? Қаймақ, сүт, соң қайта Май, соң қайта сүт аламыз. Жарайсың. Енді осы сиыр сүтінен дайындалатын тағамды біздер қаймақ деп айтамыз. Қаймақ біздің ұлттық тағамдарымыздың бірі. Оны біз сүттің ең беткі қабатын ұйыту арқылы жасаймыз. Қаймақ дәрумендерге өте бай. Және біздің күшіміз көп болады қаймақ жесек. Және қаймақ біздің сүйектеріміздің қатты болуына да өзінің көмегін тигізеді. Қазір екеуміз қызым осы қаймақтан тәтті десерт дайындайтын боламыз. Сен маған көмектесесің бе қызым? Жарайсың. Қызым, тәтті десерт дайындау үшін бізге банан керек және қаймақ керек. Қазір осы бананды екеуміз тураймыз, сосын оны қаймаққа араластырамыз. Жарайсың. Қазір екеуміз бананды бірге ашатын боламыз. Жарайсың. Бірінші дөңгелектеп тура аламыз, қызым. Түсір. Жарайсың. Қызым, енді осы туралған банандарды мына табаққа саламыз. Жарайсың. Оны қазір біз шамшқымен езіп аламыз, сала бер. Стоп. Енді осыны бүйтіп жақсылап езіп аламыз. Жарайды, бір-екі. Қызым, міне біз бананды жақсылап езіп алдық. Енді осыған қазір қаймақ салатын боламыз. Салады. Жарайсың. Стоп. Енді осы қаймақпен бананның екеуін араластырамыз. Маған көмектесіп қой. Жарайсың. Болды. Қызым, енді дайын болған десертімізді ыдысымызға саламыз. Қайттан саламыз. Балдар, біз кешегіде жемістер туралы сабақ өттік. Кешеде Айзере үйден десерт жасап алып келем деді. Соған Айзеренің мамасы бізге десерт жасап алып келген. Қазір соның құрамын сендерге түсіндіреді. Бүгін біздер Айзере қызымыз екеуміз үйден десерт дайындадық. Оның құрамында банан және қаймақ. Қаймақты жақсы көреміз бе? Қаймақ дәруменге өте бай, сүйектің мықты болуына көмектеседі. Сондықтан қаймақты жеуіміз керек. Енді осы жасалған қаймағымыз, біздің тәтті десертімізді қазір біз қызымыз екеуміз әрлейтін боламыз, қызым? Келем. Мынау не бізде балалар? Құлпынай дейміз, қазақша. Осы құлпынаймен біз қазір тәтті десертімізді әрлейтін боламыз. Десертті сендер дәмін татып көретін боласыңдар.